Айша анамыз, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған соң, бір шама уақыт өткеннен кейін Фатимадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өлім төсегінде жатқан кезде құлағына сыбырлағанда жылағанын, екінші сыбырлағанда күлгені жайлы сұрады. Фатима алғашқы сыбырлағанда сол күні түнде қайтыс болатын айтқанда жыладым. Екінші сыбырлағанда туыстардың ішінде алғашқы болып менімен қауышатын айтқанда қуанғанымнан күлімсіредім деп жауап берді. Расында Фатима, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған соң 6 айдан кейін қайтыс болды. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, былай деген: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бөлмеде жалғыз қалуын жеткізді. Ол жердегі адамдармен қосылып, мен де есікке таянған сәтімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің қалуымды ескертті. Мені жанына шақыртып, мүбәрәк басын аяғыма қойып, ұйқыға кетті. Бірнеше уақыттан кейін жаратушы Раббыма қайтуды қалаймын деген сөздерді қайталады. Мен іштей өмір сүру мен өлім таңдау еркі берілгенін түсіндім. Мүбәрәк денесінен жаны шығып, Алланың рахматына кетті. Қолымда жатқан басы қимылсыз қалғанда қайтыс болғанын түсініп, адамдарға хабарын берді.